Ертеде бір Аслан деген бала болыпты. Ол ойын ойнағанды өте жақсы көреді. Бірақ кітап оқығанды ұнатпайды екен. Бір күні әжесінің кітапханасына кіріп, көне бір кітапты тауып алады. Ол кітаптың мұқабасы ерекше жарқырап, ішінен таңғажайып әдемі дыбыстар шығып жатады. Аслан қызығып кітаптың бетін ашып жібереді. Кітаптың бетін ашқан кезде айналасы өзгеріп, сиқырлы бір әлемге тап болады. Ол сиқырлы әлемде кімді кездестірді деп ойлайсыңдар? Алдынан сөйлейтін қоян шығады. Сәлем, Аслан. Сен біздің сиқырлы әлемімізге тап болдың. Бұл кітаптар әлемі, деп қоян таныстырады. Бұл әлемге тек кітап оқуды жақсы көретіндер ғана кіре алады.